Туған жер тарихын білу басты парыз. Қызылшаруа ауылының тарихи маңызы. Біз алған тақырып осылай аталады. Кіндік қанын тамған жер ауылымның тарихын өзгелерге танытып, 1-16 ғасырдан қазіргі кезге дейінгі өмірін, тіршілігін, мәдениетін, тұрмысын білу. Әркімнің өз туған жерінен тарих басталады. Туған ауыл тарихын зерттеп отырып, бүгінгі ұрпақтың тарихына санасын қалыптастыру және туған жеріне деген патриоттық сезімін дамыту. Қызылшаруа ауылы Ленин ауылдық округ әкімшілік округінің құрамындағы елді мекен. Аудан орталығы Құлан ауылының солтүстік-шығысқа қарай 30 шақырым қашықтықта темір жол бойында орналасқан ауыл. Оның іргетасы 1930 жылы алғашында Қызылшаруа, кейіннен қой өсіретін Қазақстан ұжымшарының орталығы ретінде қаланды. 1930 жылдан бастап Қызылшаруа ауылдық кеңесі құрылған болатын. Ауылдық кеңестің құрамына Қызылшаруа ауылынан басқа Тасжолақ, Жалпақсаз ауылдары да болды. Қызылшаруа ауылы 1938 жылға дейін Меркі ауданына қарады. 1974 жылы ауылдың аты Қазақстан болып өзгерді. 1970-1975 жылдары шаруашылық орталығы Луговой Қорағаты асфальт жолының батысына қарай қоныстана бастады. Тұрғыны 1.106.000 адам. Іргесі 1927 жылы қаланды. Оның негізінде Қазақстанда 1997 жылдан бері бірнеше шаруа қожалықтары құрылған. Шаруа атауы қызыл әскер немесе кеңес шаруасы деген мағынаны білдіреді. Қызылшаруа өңірінде бірнеше аймақтар бар. Шошқабұлақ өзеннің аты айтып тұрғандай көп бұлақтардан құралған. Қалың қамыс тоғай болған, шөбі қалың, Қорағаты өзенінің шығысында орналасқан. Қысы жайы болғандықтан жабайы шошқалар көп болған, сондықтан Шошқабұлақ деп аталған. Аққайнар Шошқабұлақ өзегінің бастау алатын жоғарғы бөлігі. Аққайнар суы мөлдір, таза, ішуге жарамды, жердің ең төменгі қабатынан немесе қазіргі артизан жер бетіне бұрқырап шығып жатқан су көзі. Суының таза, мөлдір болуынан оны Аққайнар деп атаған. Қазіргі уақытта қайнар көзі бекітіліп, су шығуын тоқтатқан. Ауғанбай жері құнарлы, суы мол жерге ең алғаш Ақыртөбеден Бектеміс руының жартысы келіп қоныстанғанда Ауғанбай өңіріне осы рудың ірі байдары отырған. Сол үшін төңірегіндегі елдер бұл кімнің қонысы дегенде бұл ауып келген байлардың қонысы деп атаған, сондықтан Ауғанбай деп аталып кеткен. Жетітөбе бұл аталу тарихи өте ерте кезеңде өмір сүрген түркі тайпаларының көсемдері жерленген қорландар шоғыры. Қорғандар саны 7 болғандықтан Жетітөбе деп аталады. Бұл төбелер 9-10 ғасырларға жатады. Тарихи ескерткіштер қатарына да жатады. Бұл мемлекет қорғауында. Күнту жота. Осы жерді мекендеген Күнту руының қыстауы болғандықтан аталған. Бұл жерде осы рудың адамдары тоған қазып, арықтар тартып, суландыру жүйесін жасап, егін егіп, мал бағып өмір сүрген. Қазіргі күнге дейін 100 жыл бұрын қазылған арықтар мен тоғандардың орны бар. Алпамыс жота. Шығысында Бұғыбай сазы, батысында Шойбара сазы орналасқан. Ортасында үлкен қыратты жота Алпамыс жотасы деп аталады. Аталу себебі осы жерде 1927 жылы байлардың конфискациясы жасағанға дейін Алпамысбай қыстау ретінде қоныстанып отырған. Сондықтан бұл жота Алпамыс жотасы деп аталған.